Сенің ойынша Шавқат Рахмоновпен жекпе-жегін қалай өтер еді? Әр жекпе-жекке әр қилы дайындалу керек, солай емес пе? Бізде әрбір жауынгерге әрбір кілт бар. Өткен бойда Гилберт Бёрнсқа мен бірде-бір аяққа кірген жоқпын. Ал бүгін мен Леонды ұттым. Қалаған кезімде оны жерге құлаттым. Дәл сондай жағдай Шавқатты күтіп тұр, Усманды күтіп тұр, барлығын күтіп тұр. Мен ендігі әрі бонусты көбейтетін болмаймын. Ешқашан. Бүгін соңғы рет болды. Айтпаймын ендігіде көп болады деп бонусты, бірақ ендігі әрі пресс-конференцияда отырып алып 200, 300 деп айтатын болмаймын. Құрсын. Құрғыр. Ол үшін сендер мына бүгінгі төбелескен жігіттерге рахмет айтсаңдар болады. Бүгін мен ешқандай да бір ұмтылған, жеңіске жеткісі келетін, бонус алғысы келетін жігітті көргенім жоқ. Сонымен қалайық, бүгін біз барлығын саттық, 18 000 адам келген болатын біздің стадионға. Бұл Ұлыбританиядағы ең үлкен көрсеткіш. Тапқан ақшамыз 6-7 миллион доллар, ал бонус бойынша 100 000 Мик Партинға, тағы да Аспинальға 100 000, ал Педи Пемблетке 200 000 доллар. Менің құттықтауларым бұл жігіттерге. Дана, қайырлы таң. Қайырлы таң. Белал Мухаммад жартылай орта салмақтың жаңа чемпионы болып саналады. Оның өнері және де Леонның бүгінгі өнері жайлы не айтасың? Бұны таңғаларлық деп айта алмаймын. Менің көзімше Леон бір ұйқысы келіп, әлсіздеу көрінген секілді болды. Ол уақыттың әсері болды ма, немесе Белал оны шаршатты ма? Көп түсінсем бұйырмасын, бұны сендер Леоннан сұрауларың керек. Не болғаны жайлы одан сұраңдар. Және Белал Хабибпен бірге жаттыққанын білемін. Сондықтан оныкі біз күткендей болған болатын, оның өнері. Бұрындары біз көретін болатын, біз мықты чемпиондарға дереу реванш беретін еді. Осы Леонға дереу реванш беріле ме екен? Әрине беріледі, тек қана оған демалу керек және де басқа бір сұрақтарды шешу керекпіз. Белал, білмеймін сен көрдің бе жоқ па, бірақ Шавқат Рахмонов твиттерде сені жекпе-жекке құрметпен шақырған болатын. Оның сөзінше, сен белдеуді онымен жекпе-жекте қорғаймын деп сөз берген едің. Қалай қарайсың, қорғайсың ба? Әрине қорғаймын, мен ешкімнен бас тартпағамын. Менен ғана барлығы жекпе-жекке шығуға бас тартатын еді. Сондықтан мен қазір шынның биігіндемін, нағыз еркекпін, және де мен жартылай орташа салмақтың чемпионы ретінде, ең мықты чемпионы ретінде мұра қалдырғым келеді. Олардың барлығы мені Леоннан өтпейсін деп күмән келтірген еді, ал енді мен биіктемін және кезекте кім шақырамын, менен өтіп көрсін енді. Сенде реванш алуға 3 жыл уақыт кетті. Сен енді Леонға дереу түрде реванш бересің бе? Иә, беремін. 3 жылдан кейін. Кішкене тағы да жұмыс жасасын, лайық болсын. Мен оны сенімді түрде ұттым, сондықтан оған реванш керек деп ойламаймын. Сонымен ол чемпион болып ұзақ уақыт отырмады. Сондықтан ол реванш алады деп ойламаймын. Сіздің ойынша Джордж Сен-Пьерді мұрасын өту үшін сізге не істеу керек? Қалай ойлайсыз? Мен ойымша келесі жаңа жауынгерлерді ұту керек. Яғни сендерде Шавкат Рахмонов бар, Янгери бар. Міне осы балдар бар, сондықтан осыларды жеңсем, оны барлықтарын сөзінше мықты дейді, монстрлар дейді, құбыжық дейді. Осылардың барлығын жеңсем, болды, менде күмән болмайды. Мен негізі сендер маған қолынан келмейді деген нәрселердің барлығын істегім келеді. Ары қарай сосын жоғары көтерілеміз. Кім еді анау? Дрикус дю Плесси, сол африкандық жігітпен төбелесіп жеңгім келеді. Сөйтіп 2 белдеу алам. Сіздерге жекпе-жек ұнады ма? Комментарияға өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Біздің Шавқат Рахмонов бұл Белал Мухаммадты ұтам екен, оны да жазып кетіңіздер. Сіздермен болған жекпе-жек арнасы. Тіркеліп, лайк бассаңыздар қуаныштымын. Қазақ бауырларыңызды қолдап қойыңыздар. Қош, аман болыңыздар.